Менің есімім Ғылымқалы Манайұлы. Қазақ әдебиеті және қазақ тілінің маманымын. Мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне дәріптеу мақсатын негізге ала отырып, қазақ тілінің ең дұрыс нұсқасын анықтап алуымыз қажет. Ол үшін әр аймақ пен сан саланың өкілдерін әңгімеге тартамыз. Қош келдіңіз. Ең әуелі өзіңіз таныстырсаңыз. Салам алейкум, есімім Азамат, жасым 27-те, Ақтөбе өңірінің тумасымын, IT сферада жұмыс жасаймын. Саламатсыз ба? Есімім Салтанат Садыкова, жасым 25-те, Тараз қаласының тумасымын, банк менеджер қызметін атқарамын. Ассалаумағалейкум, менің есімім Азат Смағұл, жасым 29-да, Кеншілер қаласы Қарағандының тумасымын. Менің мамандығым кітапханашы, бүгінгі таңда елордада қызмет етіп жатырмын. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Азамат, жасым 27-те, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласынан болам. Экспедитор болып жұмыс істеймін. Жұмыс істегеніме 11-12 жылдай болып қалды. Сәлем, менің есімім Әлішер, мен 25 жастамын. Алматы қаласында дүниеге келгем. Баспасөз қызметінде жұмыс жасаймын. Ассалаумағалейкум, менің атым Нұрлан болады. Жасым 23-те. Бақытта жұмыс істейміз. Братандармен қазір шақырған, солармен бірге. Нән, ондай ішінде сояқ жұмыс істеп, өміріміздің бәрі сояқта өтеді. Қатты үлкен оқу орнында оқымағанбыз. Өмір ғой, солай. Лағып бітпейміз, балалар сияқты, басқа балалар сияқты. Солай жүреміз, жұмыс істеп. Саламатсыз ба, менің есімім Жансая. Мен Арқалық қаласының тумасымын, жасым 19-да, 2-ші курс студентімін. Қазір елордада тұрам. Байқадыңыз ба? Қазақ тілінде амандасудың өзі әр өңірде, әр түрлі, әр ерекше. Құрдақтың көкесі бізді әлі алда күтіп тұр. Ендеше есте қалған балалық шақтағы оқиғаңызбен бөліссеңіз. Құттай кезімде ағам екеуміз розетка бар емес па? Розеткаға 2 спициді ұстап алып, тықпақшы болып көрдік. Ұзын спицini алып, тықтық. Аяз ади стоял, и мен тоже бәң еткізген. Нағашы ауылыма барғам, сол жерде той болып жатқан. Сөйтіп мен жасым 3-те болатын. 3 жаста болатын, қолыма спичка алып, яғни шақпақты алып, барып шөпті жағып жібергем. Есіме түсе күлкім келеді. Атам, ағам, үшеуміз бір күні шанамен кетіп бардық, сондай үлкен, кәдімгі ат шана ғой, үлкен жоян. Жоян шана, соған мен кішкентаймын ол кезде. Мен оранып шанада былай жатырмын. Сосын атамның бір құлағы естімейтін. Нашар естейді. Сосын ағам мені ойнатып өзінше күлдіріп келе жатқан бүйтіп. Өтірік ұйықта кетіп, артқа шалқай кетіп, бүйтіп. Сосын бір өрге келе жатқанбыз. Өрге шыға берген кезде атам арбадан атты салып келіп қалған кезде өстіп ойнап отырған жерінен өрден добылап атқа құлады. Мен айтайын деп күліп атам айта алмай жатырмын. Атам естімейді, айғайлап артынан жүгіріп келе жатыр ғой. Естімейді, болды. Әке-шемнің жұмысына байланысты Таразға көшкен болатынбыз. Содан мен келем, сабақты жақсы оқимын, әр сұраққа тәти деп айғайлаймын. Сөйтсем бәрі күледі. Өйткені Нарынқолдан болғаннан кейін ол жақта тәти деп айтады. Ал Таразда апай деп айтады. Қайта тәти деп үйреніп, бәрі мені тәти деп атап кеткен. Сіздің ойыңызша, қазақ тілінің ең таза нұсқасы қай өңірде? Ең таза тіл ол Батыс Қазақстан деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бұның тілі, тарихымыз тереңде жатыр. Біздің адай тайпалары, адайлықтар. Әрине ол 2000 жылдық тарихы бар. Тараз қаласында қазақ тілі жақсармаған деп айта аламын. Менің ойымша қаймағы бұзылмаған қазақ тілі еліміздің ешқай өңірінде сақталмаған. Абайдың жері шығыста? Әрине, еліміздің мәдени астанасы Алматыда. Мен точно білмеймін, маған пайдей бәрібір. Ең таза қазақ тілі солтүстік Қазақстанда деп ойлаймын. Қазақ тілі әр алуан саңғырлы. Қазақ даласындағы әр өңірдің тұрғылықты халқының қолданылатын тілін ең таза, ең дұрыс деген пікір қате. Өйткені жоянда, нәнде, бәдіренде, құттайда бұның барлығы тек қазақша сөздер. Қазақ сөзінің сол тізбегін жалғастырып жатыр. Демек, біз қазақ тілін үйрету үшін
ең алдымен сол тұрғылықты халықтың тілін ең таза, ең дұрыс деген пікірден арылуымыз қажет. Қазақ тілі мәңгі жасасын.